Баршаңызға сәлем, сіздермен Әсел. Бүгін біз ең оңай әрі тез дайындалатын, бастысы дәмі тіл үйіретін десерт дайындаймыз. Ол үшін бізге 20% қаймақ, сгущенка, банан, миндаль және грек жаңғақтары қажет болады. Алдымен бананды тазартып, 4 бұрышты қылып, яғни кубик етіп тураймыз. Содан соң грек жаңғағын ұсақтап тураймыз. Туралған банан мен жаңғақтың үстіне жарты банка сгущенканы саламыз және 200 грамм қаймақты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған десертті ыдыстарға бөліп салып, миндаль жаңғағымен бетін әшекейлеп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Қымбатты достар, бұл десертті міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Қымбатты достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік.